Қапал кәсіптік техникалық колледжі 22 топ өндірістік оқыту пәні бойынша өндіріс шебері Қазбек Сағындық Шәкенұлы. Бүгін сабағымыздың тақырыбы доғалап пісіруге арналған электродтар. Электрод дегеніміз грекше лидос деген жол білдіреді. Пісіру электроды бұл енді пісіру, кесу не балқыту кезінде бұйымға электр тоғын жеткізетін сырық. Енді пісіру тәсіліне орай металдан, көмірден пісірмекші жапсардың сапасын жақсарту мақсатында бетіне лигерлеуші тағы басқа қасиет беретін химиялық заттар жағылған. Металл электрод диаметрі 0,3 бүтіннен 11 мм-ге дейін келетін сымнан жасалады. Енді доғалы пісіруге арналған электродтардың түрлері: балқитын және балқымайтын. Балқитын электродтарымыз 4 түрге бөлінеді. Оның ішінде түтікті ұнтағы бар, сыртқы қапталмаған электродты сым, иондатылған қабы бар, қалың сапалы қапталған. Және балқымайтын электродтардың вольфрамды, көмірді және графитті болады. Енді электродтар болады. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз өндірістік оқыту, дәнекерлеп пісіру. Ең біріншіден сабақ басталардың алдында техника қауіпсіздігінен бастау керек. Үстідегі киім арнайы киім болу керек. Және де дәнекерлеу кезінде сварочный аппарат және мынандай маска деген арна обязательно болу керек. Мынандай қолбақ болу керек. Күймейтін жеңін ішіне салып, осылай. Сонан кейін дәнекерлеу кезінде біз тағы да қосымша құрал жабдықтар пайдаланамыз. Болгарка. Болгаркамен жұмыс істегенде мынандай ашки міндетті түрде тағу керек. Өйткені ұшқындары металдың көзге ұшып кетуі мүмкін. Және балға, щетка, мынандай шапқа и қайрақ бәрі дұрыс болу керек. Енді құрметті студенттер, бүгін міне сынған балта, соны пісіріп орнына келтіру керек. Ол үшін не жасаймыз? Біріншіден мына сынған балтаның жерлерін ойық жасау керек. Оны қазір біз тисаға қысып, мына жеріне ойық саламыз. Ол үшін пайдаланамыз болгарканы. Алдымен ашкиімізді киеміз. Ал енді мына болгаркамен мына сынған жерінен ойық салу керек. Қазір міне бастайық. Міне енді ойық салдық. Енді осы жерді доғалап пісіріп, мына ойықты толтырамыз. Ал енді мына пісіруге кірісейік. Мына ойықты қазір мына сваркамен толтыру керек.
Міне мына толтырдық. Енді мына артық шлактарын қағып тастау керек. Қаққанда өзіңнен ары қарай қағу керек. Сол мына көзге ұшып кетпейтіндей. Так, міне көріп тұрғандай мына бәрін қағып шықтық. Енді мына екінші қайтара тағы бір пісіреміз. Толық толмаған. Соны толықтырамыз. Қайтадан бір тексеріп, мына шлактарын қайтадан бір қағып тастайды. Енді мына пісірілген жерлерімізді болгаркамен әдемілеп өңдейміз. Шоттарын дұрыстап тегістеу керек. Енді болгаркамен өңдеп болғаннан кейін темір шөтпен кішкене жүрек. Міне балтамызын осы біріктіріп доғалап пісірдік. Бөлінген сынған жерін. Ал енді осымен сабағымыз бұйырса аяқталды. Енді жұмыс біткеннен кейін жұмыс орнын тазартып, инструменттерді, құрал жабдықтарды орын-орнына қою керек. Осымен назарларыңызға рахмет. Үй тапсырмасы осыны мұқият тыңдап, ұғып алыңыздар.